Келесі бізде бұл оқырмандардан келген сұрақ. Оқырмандардың ішінен келген сұрақтардан 4 сұрақты нақтылап алдым. Осы бойынша сұрақтар қойсам. Ең біріншісі ол бізде босанған ана емес, соның жанындағы бір адам жазған болып тұр. Жас босанған ана перзентханадан келе сала нәрестенің жанына жатқызбайды. Неге босандым? Осы баланы босанған соң қартайып кеткен секілдімін деп шағымдана береді. Тағы да басқа шағымдары бар. Емханадан психолог барып жұмыс бастаған, жағдайы дұрыстала қоймаған. Сол көшеге жауапты мейірбике немесе сол әйелге жауапты акушер босанған анаға барып ұрсып кетеді дейді. Маманның бұл әрекеті дұрыс па? Ол анаға қалай көмектессе болады дейді. Кейде сол неше түрлі біздің ауруханалардағы психологтардың жұмысының сапасы нашар. Олар арнайы неше түрлі курстардан, арнайы сабақтарды алмаған шығар. Сондықтан босанған әйелге, депрессияда жүрген әйелге қалай сөзді айту керек, не айту керекті білмей жатыр. Мүмкін онда ютубтан тегін менің осы сұрақтарым бар. Сол 33 сұрақты алып, сіздер сол бойынша өздеріңіз бірінші жауап беріңіздер. Одан кейін сол сізге келген пациенттер, ол әйел болсын, еркек болсын, сол сұрақтар арқылы сіз мысалы мына әйелдің жанына жететін едіңіз. Өзі жаны шырылдап, ауырып, жылап атқан әйелге бақырудың ешқандай пайдасы жоқ. Бақырғаннан, шақырғаннан сіз оған көмектесіңіз. Ол ауырып жатыр. Сондықтан айым, күнім, жаным, ойбай, қай жерің ауырды? Ай, осындай ма? Ой, ай, деп оны қолдау керек еді. Сондықтан әрине енді медиктердің аты медик, олар психолог емес, олар тәнді зерттейді, олар тәнді емдейді. Біздер жанды зерттейміз, жанны емдейміз. Бұл әйелдің қазір тәні емес, әрине тәні де шаршап, тәні де ауырып жатыр ғой. Босанған деген нәрсе оңай емес қой. Бірақ бірінші кезекте бұл әйелдің жаны шаршаңқы, жаны ауырып жатыр, сондықтан оның жанына су себу керек еді. Ал көмектесе ол жан-жағындағы жаңағы айтып өткен қолдау, күйеуінің қолдауы, жанында тұратын, бірге тұратын адамдардың қолдауы және әйелдің өзі. Не дегенде ол шындық қой. Медбике дедіңіз, психолог дедіңіз, олардың барлығы әйел ғой. Түсінесіздер ғой. Сіз екіқабат болған кезде сіздің тәніңіз өзгеріп кетті. Өзіңіз айнадан көріп кейде шошып кетесіз, Одан кейін де ана жер ісіп кетті, мына жер ісіп кетті, өзіңіз ұнамайсыз. Кеше ғана жіп-жіңішке жүгіріп жүрген талшыбықтай қыз едіңіз, бүгін түріңіз қандай болып кетті. Ал дәл енді мен диагнозды бұл әйелге мен барсам, диагнозды қоятын болсам, бұл әйелдің проблемасы өзінің жасын қабылдамай жатыр. Әлі сол жап-жас 18-дегі қыз болғысы келіп жатыр. Ал біз өзіміздің жасымызды, өзіміздің табиғатымызды қабылдап үйренуіміз керек. Күн сайын біз қартайып жатырмыз, күн сайын әжім келіп жатыр. Бірақ кеше ғана жас қыз болсақ, бүгін келіншек болдық, бүгін келіншек болсақ, ертең ана боламыз, одан кейін бірнеше уақыттан кейін біз әже боламыз, ата боламыз деп өлімге дайындаламыз. Сонда мынау әйел қазірше өлімге дайын емес, ол өмірге де дайын емес. Ол сол уақытты тоқтатып қойса, бағанағы жасөспірім талшыбықтай қыз болып жүре берсе, сонда тамаша болатын еді. Мынау балапандар өсе берген сайын біздің қартайғанымыз, ойбой, 40-қа келіп қаппын ғой дейді ғой кейбір келіншектер. Не дегенде баласы қазір 20-да. Ол өзін 20-дағыдай. Қалай сен 20-да дейсің? Балаң сен 20-ға келіп қойды ғой. Сонда мен қазір бір клиент есіме түсіп тұр, жасы оның 53-те, бірақ түрін көрсеңіз, оны бір 35-те деп ойлайсыз. Түрі тамаша енді. Неше түрлі операция жасап тастаған. Көрінетін жерінде, көрінбейтін жерінде бәрі жерін операция жасап тастаған. Қайтадан екінші рет күйеуге шыққан, сонда балдары майда. Бір 8-9-дағы балдар. 35-тегіге ол келіп тұр. Сөйтіп әңгіме соқсақ, 25-тегі баласы шетелде оқиды екен. Бірақ оны менің шетелде балам бар деп ешкімге ләмім аузын ашпайды. Көрдіңіз бе? Сонда басқа біреуге менің 24-тегі балам, 25-тегі балам бар десеңіз, ол 35-тегі ешкім сенбейді ғой. 53-те екен ол қабылдай алмайды. Сондықтан уақытты тоқтата алмайды. Уақыттың аты уақыт, ол зымырап өтеді. Бірақ неше түрлі пластикалық операция жасап, түрін өңдеп қабылдай алмай жатыр. Бірақ ол да үлкен психологиялық жарақат. Сондықтан мына бірінші айтқан келіншек өзінің жасын, өзінің паспортын, уақыттың жылдамдығын қабылдаса, оңай болатын еді. Енді екінші ананың сұрағы, 3 баласы бар ана, жасы 30-дар шамасында, 3-ші баласын босанған соң өмірге шағымы көбейген. Бірге тұратын не күйеуден, не ата-енеден қолдау болмаған. Күйеу басқа елдермен жүреді. Ата-ене келінін күнде ұрысып, жегіп, ерсі сөздерді көп айтатын болған. Әйел өзіне қол салғысы келетінін бірге жұмыс жасайтын адамдарға айтып жылаған. Бір күннен соң уксус ішіп реанимацияға түседі.
Қазіргі жағдай орташа ауыр, өзі тамақтана алмайды, өмірге деген құлшынысы мүлдем жоқ. Ары қарай бұл анаға қандай кеңес берер едіңіз? Өкінішке орай, үшінші баланы, екінші баланы туарда бұл әйел ойланбаған болып тұр ғой. Неге жақсы көрді мына жігітті? Неге оған күйеуге шықты? Не болды екінің арасында? Неге бірдегені басқа бір жаққа, басқа келіншектерге күйеуі кетіп қалды? Сондай жағдайда онда неге үшінші баланы туады? Кейбір әйелдер ойлайды, үшінші баланы, төртінші баланы тапсам, онда күйеуім қайтып келеді, онда отбасым жақсы болады. Ешқашан балаға бола еркек үйге, әйелге қайтып келмейді. Сондықтан мен бұл әйелмен жұмыс істесем, оның өзінің жауапкершілігін көрсететін. Ана жерде не айттыңыз, мына жерде не істедіңіз, ана жерде қылығыңыз қандай болды, мына жерде қылығыңыз қандай болды деп. Сондықтан кеше ғана жақсы келіншек болса, неге бүгін ол жаман болып тұр? Мүмкін ол ең басынан жақсы келін бола алмады, жақсылап шайды енесіне бере алмады. Сондықтан мен бағанағы айтқандай, демала алмай қалады, бір баладан бір балаға, депрессиядан депрессия, регрессиядан регрессия. Сондықтан қазір бұның күші, қайраты жоқ болғандықтан өмір сүре алмайды. Ал екінші жақтан ақыры өлмеді ғой, сөйтсе соңына дейін жеткізе алмады. Мүмкін онда бұл шынымен өлетін ниеті жоқ, бірақ сондай әрекетпен қорқытып алсам, күйеуімді қорқытып қайтарсам, енемді қорқытып, енді енем маған шай берсе деген саналы ма, бейсаналы ниеттерді іздеу керек. Сондай мотивтердің ішкі күресі бар ғой. Әрине жағдайы жақсы емес, әрине қиналып жүр бір әйел, әрине жаным ашиды. Бірақ әр адам бағана мен айтқандай жауапкершілікті өз мойнына алу керек. Неге екінші баланы таптыңыз, неге үшінші баланы таптыңыз? Соның бәрін көрмей тұрдыңыз ба? Үйіңіз бар ма, күйеңіз бар ма? Қарым-қатынас қандай? Қандай отбасыға ашуланып, бақырып, бір-бірін ұрып жүрген отбасыға тағы да үшінші баланы алып келесіз ба? Ол бейбақ, бейшара бала болмай ма? Неге бірінші жағдайды жақсартып алып, одан кейін үшінші баланы, бақытты баланы неге мына дүниеге алып келмеске? Аналар, сіздер жауаптысыздар. Баланың болашағына, баланың психологиялық саулығына. Бұл анаға да сол психолог, психотерапевт көмегі қажет деп тұр. Келесі хат кішкене ұзақтау екен, қысқа түрде жеткізейін. Жас босанған ана, жасы 26-да, бірінші баласына жүкті кезде, біріншісін босанған екен, бірінші баласына жүкті кезде 23-24 аптасында балада миында қандай да бір ақау бар екенін біледі. Диагноздары көп болады. Сонымен ол диагноздарына қарамай күйеуі екеуі баланы өмірге алып келуге шешім қабылдайды. Дегенмен үйде енесі күнделікті сол УЗИ қағаздарын алып, жан-жақтағы туыс, жан-жақтағы таныстарын бәріне жіберіп, мына бала біздің мындай диагноз біздің тұқымда жоқ. Мынандай бала туылмау керек еді. Мына баланың несі диагнозы бұл әйел жақтан келген деп, сол келінін күнде кінәлайды екен. Сонымен әйел бүкіл жүктілік бойында қорқынышпен жүреді. Бала туылатын сәтте баланың диагнозына байланысты кесір тілігі жасалынады. Кесір тілігі жасалынып, аман-есен босанғаннан кейін бала 9 күн реанимацияда жатады. 9 күн реанимациядан шыққаннан кейін енесі ауылға алып кетеміз деп айтады. Бірақ жаңағы келіні келіспейді. Себебі ол жақта ешқандай условия жоқ дейді, қыстың күні дейді. Ал оған күйеуі келіспейді. Сонымен ұрыс-керіс, ең бірінші ұрыс-керіс сол жерден басталады екен. Сонымен басында күйеуі келіседі. Жаңа қалада қалуға, ары қарай мамасының айтқанынан шыға алмай, мамасының айтқанымен ауылға барып тұрады. Сол жерде жаңағы басталған жүктілік кезінде басталған нәрсе баланы қабылдамау, баланың диагнозын қайта-қайта айту, күнделікті өрши береді. Ана қалай стресске түскенін, стресстен қалай депрессияға түскенімді білмеймін. Күнде жылаймын, баланы қызғанамын, ешкімге бергім келмейді, айтқан сөздері ешкімдікі ұнамайды дейді. Бала жылай қалса, жанымдағы енем болсын, күйеуім болсын, баланың басы ауырады, балаң ауру, баланың басы ауырады деп жан-жақтан жабыла береді дейді. Ауру деген сайын көтере алмай, күнделікті мен енеммен ұрса бастадым дейді. Сонымен ұрыстар көбейе берді, соның арқасында ажырасуға дейін барып жатырмыз. Қазір күйеуімнен де кетіп қалдым. Тек өзінің мамасын тыңдайды. Негізі ешкім ажырасам деп тұрмысқа шықпайды, үйленбейді. Отбасын сақтап қалғым келеді. Қандай кеңес берер едіңіз дейді. Бұл жерден жаңа ерекше бұл әйелге ұзақ уақыт емделу керек қой. Біріншіден енді дәрігерлер айтып тұр, мына бала ауру бала болады, бұл мүгедек бала болады деп. Оған қаншалықты дайын? 5 гувернантка бар ма? Оған қарайтын 3 нянька бар ма? Не дегенде ауру баланың аты ауру бала. Оған сіз дайын емес. Онда неге дәрігердің айтқанын жасамадыңыз? Оны алып тастайтын баланы алып тастап, біраз емделіп, одан кейін сау баланы дүниеге неге әкелмеске? Бізде әлі ондай заң жоқ, бірақ батыста ондай заңдар бар. Үйленерден алын, қол қоюдан алдын, әйелі де, күйеуі де, екеуі де анықтама әкеледі. Міне генетика бойынша мынандай, генетика бойынша мынандай.
екеуміз қосылсақ мүмкін мынандай ауру болады, ауру болмайды. Ол шындық, ондай болу керек. Мұны көрдіңіз бе, сол шындық жоқ, ондай анықтама жоқ. Ал енді бірін-бірі тістеп жатыр. Ана тұқымнан, мына тұқымдан деп. Ол кейде ол тұқымнан емес, кейде ол экология. Кейде ол неше түрлі модификация, ол әртүрлі. Ол енді жағдай нашар деген нәрсе. Бірақ мына жерде мен ойлаймын, келіншек өзі қателескен шығар. Дәрігерлер алып таста десе, онда дәрігерлерге мүмкін құлақ салу керек пе. Ал одан кейін өзі біліп тұр. Екеу ғана күйеуі мен екеу келісті де, енесіне айтқан жоқ. Бірақ енесі ол жерде ақша төлейтін енесі, мына әңгімеге қарағанда билік енесінің қолында, онда енесімен ақылдасу керек еді. Мама, осындай жағдай. Енді күйеуі военный жұмыс істейді екен. Сол бала туылғаннан кейін ол декретный отпуск оларда беріледі ғой. Сондай отпуск алып бірге қарасқан екен. Бірақ жаңағыдай енді бұл ұзақ, маған алдында да жасалған бұл. Сондай отпуск алып шыққанына қарамай, енесі келіні күнде мен жейді екен, жаңағыдай сен баламды жұмыстан шығарып алдың. Мен бүйтіп сұрамайтын едім. Сіз сонда қалай жауап беріп жатсыз енеңізге? Неге енеңіз миыңызды жеп жатыр? Енді иттің итақайы шуласа, сол итке мен бір турам нан берем ба, ет берем ба, иттің даузын жабуға болады ғой. Енеңіз бұл адам ғой. Бірдемені түсінетін. Сонда енеңізге жылы сөз айттыңыз ба? Қып-қызыл жақсы тәтті шайыңызды бердіңіз ба? Неге ырылдап жатыр енеңіз? Маған біреу ырылдаса, кінә менен. Мен өзімді сыйладым ба? Сол сыйластықпен басқаларға жауап қайтардым ба? Ырылдағанға ырылдап жатырмын. Одан кейін депрессияда жүргенін өзі түсінбей жатыр мынау келіншек. Сонда бұның күші жоқ, эмоциялық күші жетіспей жатыр. Неге енесі бұның шелпектеп жатқанын көрпеше төсе беру керек? Енесі оны сау адам деп, сау адамға қоятын өзінің талаптарын қойып жатыр. Бұл мен аурумын, балам ауру, мен ауру, енді мені бастарыңды көтеріп жүріңдер деп тұр. Таласып тұр. Одан кейін ол орысша маменькин сыночек деген. Өзі қазір соны айтып тұр ғой, мамасын айтқан жасайды. Сонда ол 5 жыл бұрында, 6 жыл бұрында маменькин сыночек болды. Соны неге көрмедіңіз, неге білмедіңіз, неге күйге шықтыңыз? Мысалы, менде бір қыз, бір жігітпен кездесуге бармай ма? Сонда 1 сағат екеуі отырды ма? Маған сессияда айтып беріп жатыр. 1 сағатта сол жас жігіттің мамасы 15 рет телефон соқты ғой. Сонда әр 3-4 минут сайын ғой. Сонда ол белгілі ғой, енді ол жігітпен енді кездеспейді. Не дегенде ол бәрібір үйленгенмен, жыныстық қатынасқа түскенмен, бәрібір ол өзінің мамасының баласы. Бәрібір баласының мамасына кетіп қалады. Өте көп ондай жағдайлар. Сондықтан қыздар, келіншектер, сіздер ойланыңыздар. Бұл жеке дербес жігіт па, бұл өзінің анасының балапаны ма? Сонда анасының балапаны алдын ала өзіңіз ойбай ойы бар, ойбай бойы бар, ойбай ақшасы бар деп шықтыңыз ғой. Өзіңіз өз еркіңізбен шықтыңыз ғой. Енді ол мамасына балапан болып үйренген нәрсе, адам енді сізге де балапан болғысы келеді. Сіздің балаңыз туылғаннан кейін екеуі бағана мен айтқандай тағы да қарсыласады. Сондықтан ойлаңыз, алдын ала дербес жігіттерге күйеуге шығыңыз. Бірақ өзіңізді дербессіз ба? Көрдіңіз бе, сіз қазір өзіңіздің анаңызға қайтып келіп тұрсыз. Өлдім, тірілдім, бірақ осы отбасыда тал бесіктен жер бесікке дейін осы отбасыда болам деген неге ниет жоқ? Неге бір дегенді қашып кетесіз? Бүгін қиналасыз, ертең қиналасыз. Мүмкін 3 жылдан кейін жақсы болып кетер. Балаңыз да жақсы болып кетер, күйеуіңізбен де жақсы болып кетер, енеңізбен де жақсы. Неге тырыспайсыз? Жақсылықты жасауға, жақсы отбасыны құруға неге тырыспайсыз? Не дегенде бір дегенде берілдіңізді, не деген бір дегенде артқа шегініп кетесіздер. Көп қыздар сондай жасайды. Анда-санда жігіттерде келіншек бала шағасымен үйінде отыра береді, күйеуі өзінің мамасына қашып кете береді, ондай да бар. Соңғы сұрақ, 4-ші жас босанған анамын, күйеуімнен ешқандай қолдау жоқ, жұмыстан келеді, тамағын ішеді, телефон қарап жатады. Түнде бала жылағанда жастығын бөлек алып, басқа бөлмеге кетіп қалады. Осы тұста әйел босана салысымен күйеуінің бөлек жатуы қаншалықты дұрыс дейді. Ол араларын одан сайын алыстатпайды ма екен дейді. Мен ойлаймын, бұл да бүгін болған нәрсе емес. Мысалы, жүкті боларда осы күйеуіңізбен ақылдастыңыз ба? Сен әке болуға дайынсың ба? Мен жүкті бола берейін ба? Бала бізге керек па? Менің ойымша, сіздің күйеуіңіз алдын ала қарсы болған. Ол бүгінше дайын емес. Ал бала екі адамның, әкесі мен шешесінің екеуінің мәмілесімен бірдей болса, сонда ғана бала мына дүниеге келу керек. Қазір міне нәтижесі, сіз одан құлақ салмадыңыз, оның айтқанын жасамадыңыз, туатын балаңыз маған керек деп туа салдыңыз. Сізге керек, енді сіз қарайсыз. Күйеуіңізге керек жоқ. Не дегенде күйеуіңізбен ақылдасқан жоқсыз. Ендігі баланы ең болмаса сол күйеуіңізбен ақылдасыңыз. Күйеуіңіз дайын болған кезде ғана екінші баланы табуға мәжбүр боласыз енді. Болмасам ажырайсыз. Анна ханым, үлкен рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, біраз уақыт сұхбат беріп, көптеген
ашылмай жатқан тақырыптардың өзін жақсылап қарапайым қазақтың тілімен жеткізіп ашып бергеніңізге үлкен рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыздар.